Түрлі форматта тест тапсырмаларын құра аласыздар. Дұрыс жауап нұсқасына түсініктеме қосу қарастырылған. Бұл оқушы үшін тақырыпты қайталауға керемет мүмкіндік. Тест соңында оқушыларыңызды ұпаймен, орынмен марапаттай аласыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін мен сіздерді сұрақтар, тесттер жасайтын MyQuiz платформасымен таныстырғым келеді. Бұл платформаға сіздер Google аккаунт арқылы кіре аласыздар, немесе тіркелулеріңізге болады. Мына жерде мен алдын ала дайындап қойған тесттарым бар. Екінші етістіктің шақтары деген тестті біз бүгін сіздермен қайтадан дайындайтын боламыз. Мінекей, бұл бізде алдында істелген тест тапсырмасы, сан есімнің түрлері деген. Бұл жерде мен жауап нұсқалары бар сұрақтарды қойдым. Одан кейін сурет арқылы сұрақ, яғни тест тапсырмасын дайындадым. Қарап көрейік, посмотрите. Бүгін мен сізге осыған ұқсас тест тапсырмаларын қалай жасау керектігін көрсетемін. Ең алдымен моя викторина дегенге кіреміз. Енді қолдың оң жағында қаламның батырмасын басамыз. Енді қазір біз бірінші баптауларын ретке келтіреміз. Мен бұл жерде алдын ала реттеп дайындап қойғанмын. Қазір мен сіздерге түсіндіремін. Бірінші не деген бөлімде бұл жерде сіздер қандай тақырыпқа тест құрастырып жатсыздар, соның тақырыбын қоясыздар. Мысалы, мен етістіктің шақтары деген тақырыпты алып отырмын, жазып қоямын. Келесі описание деген жерде, бұл жерде сіздер анықтама беріп кетсеңіздер болады. Тестта қандай сұрақтар болады, мысалға етістіктің шақтарына және етістіктің шақтарын жасалу жолдарына тапсырмалар құрылған деген секілді жазып қоюға болады. Келесі обложка викторины деген жер. Бұл жерде сіздер өздеріңіздің құрастырып жатқан тестіңізге байланысты, тақырыбына байланысты сурет жүктей аласыз. Біз міне етістіктің шақтарына осылай суретімізді жүктейміз. Қазір шеттерін өздеріңіз тарылтып келтіріп алсаңыздар болады. Готово батырмасын басамыз. Осылайша бізде тестіміздің бірінші басты беті дайын деген сөз. Келесі, мысалы, қашан? Бұл жерде сіздер тест тапсырмасын қай күні балалар аша алады, соны қоя аласыздар. Мысалға 22 ақпаннан бастап балалар 12-ден кейін тест аша алады деген секілді. Одан кейін дұрыс жауап беру, яғни жауап беру уақыты ауыстыра аласыздар. 25 секунд болсын, 10 секунд болсын. Сосын келесі сұрақты көрсету уақытында өздеріңіз ауыстырып қоя аласыздар. 5 секундтан кейін келесі тапсырмаға өту, немесе 10 секундтан кейін келесі сұраққа өту деген секілді. Келесі кім үшін деген бетті ашасыздар. Бұл жерде сіздер оқушылар сіз жіберген сілтеме немесе код арқылы кіргенде сайтқа тіркелу қажет пе, жоқ па, соны белгілеу үшін. Мен бұл жерде ол белгіні сөндіріп қойдым. Яғни оқушылар мен жіберген код немесе сілтеме арқылы кіріп, бірден тапсырманы орындай береді. Келесі бетте сіздер оқушыларға тапсырма бергеннен кейін, олар дұрыс жауап берген кезде сыйлау керек біз бе, жоқ әлде балл қоюымыз керек па, соның барлығын белгілеуімізге болады. Енді бұл жерде мен балдарды есептеу деген батырманы таңдадым. Қазір тапсырманың соңында балды есептеп, оларға орын беретін болады. Жаңағы баптауларды орындап болғаннан кейін сұрақ құрастыра берсек болады. Мынау ашылған бетте сұрақтың түрлері берілген. Біз жауап нұсқалары бар, сұрақ құрастыруымызға болады. Ашық сұрақ құрастыруымызға болады. Дыбыс арқылы құрастыруымызға болады. Сурет арқылы құрастыруымызға болады. Ал енді бірінші жауап нұсқалары бар, сұрақ құрастырып көрейік. Бірінші текст деген жерге біз бірінші сұрағымызды жазамыз. Мысалы, берілген сөйлем қай шақта қолданылған?
Мінекей сөйлемімізді жазып қойдық. Енді жауап нұсқаларын жазамыз. Мақсатты келер шақ, болжалды келер шақ, жедел өткен шақ және соңғы нұсқасы ауыспалы осы шақ. Енді осы жерде сіздер дұрыс жауабын белгілеп кетесіздер. Сонымен қатар сіздер жауап нұсқасын қосуларыңызға болады, немесе керісінше өшірулеріңізге болады. Одан кейін дұрыс жауапты таңдағаннан кейін сол жауап туралы түсініктеме де қалдырып кетсеңіздер болады. Ол үшін добавить объяснение во время показа правильного ответа дегенді таңдайсыздар. Содан кейін осы жерге анықтаманы беріп кетсеңіздер болады. Бұл шынымен де бала үшін өте жақсы, оқушы үшін. Ол тек қана тестқа жауап беріп қана қоймай, сол туралы анықтаманы оқып есіне түсіретін болады. Мінекей біз ережені қойдық. Одан кейін міне біз бұған 5 балл беріп қойдық дұрыс жауап берген үшін. Сіздер 10 деп немесе 1 балл деп өздеріңіз қойларыңызға болады. Келесі сұрақты жазып қояйық. Келесі сұрақты біз мына жерде екінші сұрақ деп жазып қоямыз. Тесттің соңында екінші сұраққа өту деп жазылып тұрады. Сохранить дейміз. Дайын болған тест сұрағын алдын ала көріп алсаңыз болады. Мінекей сіздің сұрағыңыз, дұрыс жауабы және қосымша берілген ақпарат. Енді добавить вопросы деп келесі сұрағымызды қоямыз. Келесі сурет арқылы тапсырма беру. Мен бұл жерде Ыбырай Алтынсариннің әке мен бала әңгімесін алдым. Шығармадан үзінді бере отырып, оқиғаның ары қарай қалай дамитынын көрсет деп тапсырма қойдым. Сұрақты қойғаннан кейін осылай жауап нұсқаларын жазып шығамыз. Содан кейін қасындағы суреттің белгісі тұрған батырманы басып, жауабымызға қатысты суреттерді таңдап жүктейтін боламыз. Алдын ала дайындап қойған суреттерімізді жауап нұсқаларына сәйкес осылай жүктейміз. Мінекей бағанағы айтқандай тарылта аламыз, өлшемін ретке келтіріп аламыз. Содан барлық нұсқасына осылай суреттерді қойып шығамыз. Барлық суреттерді жүктеп болғаннан кейін дұрыс жауабын бағанағыдай белгілеп қоямыз. Содан кейін сохранить батырмасын басамыз. Енді қазір мен алдын ала тестті қарап шығамын, қалай шыққанын. Мінекей бізде дайын болған тест нұсқамыз дайын. Дайын болған тестімізді қазір орындап көрейік. Қалай шыққанын мен сіздерге көрсетемін. Мінекей запустить экран ожидания деп басамыз. Запустить игру. Мына жерде міне бізде QR кодта, кодымыз да дайын тұр. Осыны біз сілтемеміз де дайын тұр. Бұны біз оқушыларға жібереміз. Мінекей басталып жатыр. Енді біз өзіміз осы тестті құрастырғандықтан ойыншы ретінде таңдаймыз. Содан кейін барып тест ары қарай жалғастырамыз. Мінекей дұрыс жауабын таңдап, бағанағы уақытымызда беріліп тұр. Біз белгілеген уақытта тестімізді орындап бітуіміз керек, сұраққа жауап беруіміз керек. Тест тапсырмасының барлығын орындап болғаннан кейін, мінекей дұрыс жауап болса астына шығады, жауабы дұрыс деп. Міне тест орындап болғаннан кейін біз қандай орын алдық және неше балл алдық, соның барлығы шығып келеді. Назарларыңызға рахмет. Менің каналымда әлі де қызықты танымдық видеолар болады. Сондықтан каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып қойыңыздар.